Иә, мен бақыттымын. Бақыттымын. Соны естігім келді ме? Енді шекете бер. Тоқта. Мені жыларман етіп өзің тайып тұрмақсың ба? Көрмейсің бе мен жылап тұрмын? Сен қазір кетесің де бәрін ұмытасың. Ал мен мұнда жалғыз қаламын. Мен сенің кім екеніңді білгім келмейді. Бірақ сонда да болса айтайын. Сен сол құрып кеткір бақыт жайында не үшін сөз қозғадың? Не үшін? Сендер бәрің мені сатылғышсың, арсызсың. Екі жүздісің деп кінәлайсыңдар. Бірақ ең болмаса біреуің менен сұрадыңдар ма? Не үшін сен Ескендірмен бірге қалдың деп сұрадыңдар ма? Арамызда енді махаббат оты жана бастағанда оның әйелі келіп шу шығарды. Біздің дені дұрыс коллективіміз сен біреудің ақшасына, мансабына қызығып біреудің отбасын бұздың деп кінәлады. Білесің бе? Ол мені түрмеден құтқарған кезде бұл дүние көгілдір кеңістікке айналған болады. Ондағы әрбір адам мейірімді де жанашыр болып көрінді. Тіпті жаңағы мені зорламақшы болған администратордың өзі де бір күлкілі сияқты көрінетін. Мен тек Ескендірді ғана қорған қылып сонымен бірге өмір сүргім келді. Оны бақытты еткім келді. Мен үнемі жалғыз қалудан қорқушы едім. Бала кезімде плюштен жасалған ойыншығым болған. Сол ойыншығым бір күні өзенге батып кеткенде қайғыдан тіпті ауырып та қалғанмын. Әкемді көргенде емеспін. Мен есімді біле бастағанда анам әдемі және жас болатын. Біздің үйге үнемі еркектер көп келетін. Конфет, гүл алып келетін. Әр түрлі қызықты уақиғалар айтып беретін. Бірақ олардың көзі бір ғана нәрсені тілеп тұратын. Ол не нәрсе екенін сезе бастағанымда, олар маған жиіркенішті көрінді. Тіпті анамды да жек көре бастадым. Енді үйден кетуге бел байлағанымда, анам кенет құрт ауруына шалдықты. Әлгі қонақтардың келуі сап тыйылды. Анам төсек тартып жатып үнемі жылайтын. Міне, сол кезден бастап жалғыздықтың қаншалықты ауыр екенін түсіндім. Солай жүргенімде бақыттың өзі іздеп келді мені. Ол бақытым Ескендір еді. Көп ұзамай тағы бір бақытым. Тұңғышымды күттім. Менен бақытты адам жоқ еді. Бір күні
Ескендер маған жасаған арамдығын айтты. Оны не үшін айтқанын мен білмеймін. Әлі күнге дейін түсінбеймін. Жан дүнием астан кестен шықты. Ескендерге ергіскенде дәрігерге бардым да баламды өлтірткіздім. Көп ұзамай бәрібір Ескендерге қайтып келдім. Білем, ол бір күні менен жалығады, өз отбасына қайтады. Сол кезде мен жалғыз қалам. Менде бала деген атымен болмайды. Енді бара берсең болады.